Үй жағдайында бала дамуына әсер ететін және бір әдіспен бөліскім келіп отыр. Бүгін біз сіздермен етістікті пайдалана отыра балаға жәрдем береміз. Яғни тартамыз деген етістікті пайдаланамыз. Бізге керекті заттар қазіргі таңда пластилин, күртеше, замогы бар және сумка. Қараңыздар, тартамыз дегенді балдарға мына пластилинді ала отырып былайынан тартамыз, тартамыз, тарт. Балаға осылай пластилин арқылы қалай тартуды көрсетеміз. Міне. Балаға береміз пластилинді. Балаға айтамыз, тартамыз, осылайынан, міне. Тартамыз деп. Бала осылай өзінің қандай да бір екі дүниені осылай тартуды, немесе бөлуді осылайынан үйренеді. Немесе келесі бір кезекте күртеше дедім, балаға мүмкіндігінше енді қазіргі таңда далаға сыртқа шыққанда бала күртеше киеді ғой. Сол жағдайда мына алдындағы замокты балаға, міне жалпына замокты балаға өзіне ұстатып, тартамыз деп міне балаға үйрету керек. Міне тартамыз. Бала даладан келген кезде не болмаса шығып бара жатқан кезде осы замокты баланың өзіне ұстатып, тартамыз деп балаға үйрету керек. Не болмаса мынандай бір сөмкеше болсын, пенал болсын, осындай бір заттардың да замоктары бар болса, міне балаға осыны да міне көрсете отырып, тартамыз, міне тарт. Мариям, тарт. Мына замокты тарт, міне. Көмек береміз. Ұстап, осылайынан тартуға. Кел. Мариям, тарт. Тарт. Замокты тарт. Мариям, замокты тарт деп осылайынан көрсетіп үйретуге болады. Бұл әрине үй жағдайындағы ең оңай тәсілдердің бірі. Мүмкіндігінше күнделікті тұрмыстық жағдайда пайдаланып жүрсеңіздер, міндетті түрде қандай да бір көмегін көресіздер.